Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз 5-ші колонна Қазақстанда сепаратизм қаупі бар ма деп аталады. Қонақтарымыз журналист Естай Божан және саяси белсенді Абзал Достияров. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы біздің тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды, бірақ осы уақыт аралығында қанша уақыт өтсе де елімізде кеңестер одағын қайта жаңғыртуды армандайтын, Ресейді, Путинді қолдайтын азаматтар бар. Олар деген сан әзірге бір дөп басып айтылып, желілерде бақта ауылға шығып тұрады. Сондай ұранмен. Жалпы сіздердің ойларыңызша бұның себебі неде, осындай көңіл күйдегі азаматтардың әлі күнге дейін болуы, бұл жалпы ненің көрінісі? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Абзал. Енді бірінші бұл анық айту керек, ашып басын. Бұл Назарбаев билігінің кемшілігі, тіпті кемшілік деген сөздің өзі өте жұмсақ айтылған. Назарбаев билігінің арнайы мақсатты түрде жасаған зұлымдығы деп айтуға болады. Өйткені осы тәуелсіздік алғаннан бері 30 жылда Нұрсұлтан Назарбаев бір саяси елде ұлттық идеологияны қалыптастырған жоқ. Бізде әлі күнге дейін ұлттық идеология жоқ. Яғни халықты, жалпы Қазақстан халқын бір тұтастандыратын, сондай бір отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелейтін, бірдей бір жұдырық болып жұмылдыратын ұлттық идеология болған жоқ. Керісінше, ол билігін сақтап қалу үшін халықты, Қазақстан халқын ғана емес, қазақ халқының өзін жік-жікке бөлді, өңір-өңірге бөлді. Осылайша ол өзінің билігін сақтап қалу мақсатында осындай арамзалыққа барды. Сол себепті қазір соның біз зардабын тартып жатырмыз. Оның бір көрінісі кезінде мынау президент әкімшілігінің жетекшісінің бірінші орынбасары деген қызмет бар бізде. Елдегі идеология саласына жауап беретін қызметкер ол. Өте үлкен лауазымда бірінші орынбасар дегенмен. Сол орында отырған Бағлан Майлыбаев деген мынау Ресейге ақпарат берген үшін, яғни мемлекеттің мүддесін сатқан үшін, отанға сатқындық жасаған үшін айыпталып, ол кінәсі дәлелденіп, сотқа жетіп, тіпті сотталды. Бірақ 5 жылға сотталса да, 2 жылға жетпейтін уақытта, 1 жылдан аса уақытта ол бостандыққа шықты. Яғни ол ресейшіл болды. Ешқандай да мемлекетшіл болған жоқ. Ал енді соның қазіргі күні, соның орнында отырған, осы президент әкімшілігінің жетекшісінің бірінші орынбасары Тимур Сүлейменов деген бар. Оны білесіздер, ол өткен жылы мынандай масқара сөзімен есте қалған. Ресейде 5 жыл тұрып, қазақ тілін ұмытып қалдым деп айтқан адам оралған кезде. Сондықтан осындай мемлекетке жаны ашымайтын, мемлекетшіл емес, осындай бір басқа елге қарай жәутеңдеп тұратын адамдар біздің халықтың санасы, халықты әрине ол Ресейдің қазір бізде жүргізіп отырған пропагандасы бар. Бізде көптеген НТВ болсын, РЕН-ТВ болсын, көптеген сан жетпейтін телеарналар бар. Оны қазақстандықтар көреді, соған сенеді. Және бізде қазір тәуелсіз бақ жоқ. Оның есесіне біздің дүңгіршіктердің барлықтарын жаулап алған. Ол ресейлік мынау Московский комсомолец дейді, Комсомольская правда дейді, аргументы, факты. Көптеген аты саусақтың саны жетпейтін газеттерді оқитын бізде қазақстандықтар өте көп. Сол себепті жаңа сіз айтқан бір тұтас болған жоқ, әлі күнге дейін Путинге сенетін, әлі күнге дейін осы Ресейге жалтақтайтын біздің азаматтарымыз жетерлік. Себеп сол. Естай, сіздің ойыңызша? Менше де жаңа Абзал мырза айтып өтті ғой, жаңағы мына биліктегі жағдаймен және биліктегі жекелеген билік өкілдерінің мемлекетшілдік еместігі және ақпарат қауіпсіздік турасында айтты. Енді мен осы Қазақстандағы сепаратизм тақырыбын енді өз басым терең зерделеген адам емеспін, бірақ енді жалпылама түсінікті болып тұрған, көрініп тұрған мына бір түйіндерді айта кетуіме болады. Мысалы, мен екі факторға бөліп қарайтын едім. Бірінші ішкі себептері және сыртқы себептер. Сыртқы себептер айтпаса да белгілі. Ресейдің біздегі қазір өзі сепаратизмнің басты қаупі мынау ішіміздегі орыс тілді, орыстар депкен айтудан аулақпын. Жалпы орыс тілді аудиторияның, былайша айтқанда азаматтардың мүддесінен, талап тілектерінен, кейбір сепаратистік ой пікірлерінен Ресейдің пайдаланып кетуі мүмкін бе деген тақырып трендке шықты ғой, мынау Украинадағы жағдайға байланысты. Енді ол сыртқы фактор осыған әсер еткен Ресейдің қазіргі мынау Украинамен болып жатқан қарым-қатынасы, яғни оған
өзі арнайы операция жасаған кәдімгі былайша айтқанда басқыншылық соғысын жасап жатыр. Сондықтан сыртқы фактор осы болса, енді ішкі жақта біздің мемлекеттік тілді орнымызға қоймағанымыз, ұлттық идеологиямызды тиянақтандыра алмағанымыз ұлттық деңгейде, сонымен қатар енді ұлттық мемлекет концепциясын қалыптастыра алмағанымыз, соған қоса экономикалық және әлеуметтік факторларда осы ішкі сепаратизмнің пайда болуына әсер етеді. Былайша айтқанда сепаратистік қаупі жоқ ел өте аз әлемде. Бұл табиғи да жағдай керек болса. Өйткені бір елде, бір мемлекетте бір ғана ұлттың жасап отырған жағдайы өте әлемде өте сирек болғандықтан, ол сепаратистік қауіптердің болатыны біз ғана емес, әлемде көптеген елдер тап болатын жағдай. Осыған енді мынау Қазақстандағы сепаратистік тақырыбы осымен міне қысқа ғана 5-6 жылдың ішінде екінші рет тағы да биік деңгейге трендке көтерілгелі отыр. Себебі екеуде де Украина жағдайына байланысты 2014 жылы Қырымдан аннексиялағаннан кейін Қазақстанда да осындай қауіп болуы мүмкін бе деген тақырыпты тіпті өзімізді қойып батыстың басылымдары да жазды. Бір жылдан кейін Қазақстанда сол кезде Назарбаевтың сайлауы өтті. Соңғы рет енді бейбіт сайлауы болды. Сол былайша айтқанда өзінің тілімен айтқанда бейбіт түрде сайлады. Сол кездегі осы батыс басылымдары осы мынау Қазақстанда сепаратизм қаупі туралы көп деп айтты. Әсіресе солтүстік Қазақстандағы Қазақстанның солтүстік өңірлеріндегі сепаратистік қауіптердің күшті екендігін, болашақта Қазақстан екінші Украинаға айланып кетпей ме деген тақырыптарды көптеп көтерді. Кезекті осы мәселенің біздің үстіп талқылап отыруымызға да басты себеп мынау Луганск, Донбасстағы жағдайға байланысты Ресейдің оны желеу етіп тұтас Украинаны қамтыған үлкен шапқыншылық жасағаны осыны тудырып отыр. Сондықтан енді оның басты себебі жаңағыдай біздің ұлттық идеологиямыз орнына қоймағанымыз, ұлттық былайша айтқанда мемлекеттің ең түбірлі болашаққа қатысты, ең жауапты деген, ең маңызды деген мәселелерді әлі күнге дейін шешпей айланып өтіп отырғанымызда қазірге дейін. 30 жыл бойы осы мәселелерге тағы да біз айланып келіп отырмыз. Тағы да болашақта егер шешпесек, түбегейлі айланып келе береміз. Сепаратизмде соның бірі ғана. Жалпы енді осы Ресейдің Украинаға басып кіргеннен кейін Ресей біздің қоғамда, әлеуметтік желіде әсіресе халықтың пікірі екіге жарылды. Қазір енді кішкене саябырсыған шығар, халықтың бір көзі үйренген шығар, бірақ бастапқы кезінде бір екіге бөлініп алып, кәдімгідей қырғын болды. Пікірталасты, бірі Мәскеуді қолдады, екіншісі Киевті қолдады. Жалпы сіздердің ойларыңызша Қазақстанда қай көзқарас басым? Украина қолдау ма, жоқ әлде Ресейді қолдау ма? Енді бір мониторинг жасалған жоқ, бір статистика жасалған жоқ, сауалнама өткізілген жоқ оған байланысты. Тіпті біздің елде оған байланысты сауалнама өткізіле ме, өткізілмей ме, оны да бір Құдайға тапсырамыз қазіргі жағдайда. Сіздер қазір халықтың арасында жүрсіздер, сіздердің көзқарастарыңызша, ойларыңызша қай көзқарас басым? Ресей үшін ме, немесе Украинаны қолдаған ба? Естай Ошол, сізден бастайық. Менің өзім көзқарасымша, менің өзімнің жеке байқағаным, бүгінгі осы 24 ақпанда басталған соғыстан бері қарай Қазақстанда әсіресе әлеуметтік желілерде Украинаны қолдаушылардың басым екені былай да былай көрінеді. Өйткені енді қазір 2014 жылмен салыстыруға келмейді, әлеуметтік желі бүкіл қоғамның ажырамас бөлігіне айланып кетті. Жекелеген азаматтардың көбі ақпаратты, ресми ақпарат құралдары дәстүрлі бақтан гөрі осы әлеуметтік желілерден алып отырғаннан кейін, және мынау батыстың ақпараттық кеңістігі, Украинаның ақпараттық соғысындағы қазіргі мысалы бұрынғыдан қарағанда тәжірибелі болып қалуы біздің елдегі азаматтардың көзқарасына үлкен әсер етті. Былайша айтқанда 2014 жағдаймен салыстырғанда қазір біздің басым көп азамат қазақстандық Украинаны қолдап отыр деуге болады. Өйткені біз оны анау Украинаның елшілігіне жиналған гуманитарлық көмектен де байқадық. Қазіргі сол тура 24 ақпаннан бұрынғы және кейінгі әлеуметтік желілердегі пікірталастарынан да байқап отырмыз. Менше Украинаны қолдау көзқарасы басымырақ. Абзал, сіздің ойыңызша? Енді әлеуметтік сауалнама жүргізілген жоқ, бірақ кесіп айтуға болады, Қазақстанда бүкіл әлемдегідей басым бөлігі халықтың Украинаны қолдайды. Өйткені ол кез келген адамға түсінікті.
Украина біреуге шабуыл жасаған жоқ. Украинаға, тыныш жатқан мемлекетке осы Ресей басып кіргенін бәріміз көрдік. Ал енді әлеуметтік желі, мынау Facebook болсын, Twitter болсын, басқа кез келген әлеуметтік желіде жалпы көрініп тұр ол. Басым бөлігі, бір аз ғана бөлігі ғана, бір кейбіреулері болмаса, басым бөлігі осы Украинаны қолдап отыр. Бірақ елдің арасында әртүрлі адамдар бар. Біздің көршілеріміз бар, туған туыс бір араласқан адамдар бар. Күнге дейін ой бір Ресей жетіскеннен соғыс ашқан жоқ деген сияқты, жаңағы Ресей осы кезде шабуыл жасамаса, НАТО келіп өзінің әскерін осы неге Украинаға орнататын еді, соғыстың алдын ала әрекет жасады деп оны ақтап алғысы келіп жатқан адамдар бар. Енді олардың саны өте аз. Және олар көпшілігі ашып айту керек, енді саяси сауатсыз адамдар үйіне келіп, кешке жақын келіп, сол РЕН-ТВ-ны көріп, телевизия, жаңа Ресейдің телеарнасы не айтады, соған сеніп отырғандар. Ал енді салмақтап, бажайлап, жалпы жағдайды қараған адамдардың кез келгені ол Ресейдің бұл жерде Ресейдің билігінің, Путиннің озбыр жасап отқанын анық айтып отыр, көріп отыр, біліп отыр. Сондықтан ол соқырға таяқ ұстатқандан бірдей нәрсе ғой. Бір елдің басқа елге осылай бастық жасап, кешегі Мариуполь қаласын жоққа шығарды, Буча қаласында жасаған нәрселердің барлықтары ешқандай ақтауға келмейді. Сол себепті біздің Қазақстан халқының басым бөлігі Украинаның тілеуін тілеп отыр, және соған біз мүдделіміз. Ол бізге керек нәрсе. Жалпы біздің қазіргі биліктің ұстанымы... Қоса өтіңіз. Осы тура осы Украинаны қолдау әлеуметтік желідегі бір картинасында біз кейде бір науқаншылдықты да көріп қалып отырмыз да. Жалпы жағдайда мысалы бізде негізі бейтарап көзқарас ұстап, жаңағы жағдайға бейтарап талдау жасайтындар өте азайып кеткені байқалады осы жағдайдан кейін. Мысалы дұрыс, біз Украинаның бұл несінде өзінің жерін қорғауы, тәуелсіздігін қорғауының маңызды екендігін, оның бізбен де ұқсас жағдайларының бар екендігін білеміз, бірақ тура осы мәселеде біз мынау батыстың пропагандалық, біз мынау Ресейдің, Қытайдың пропагандалық нелерін, шабуылдарын көптеп айтамыз, бірақ біз мына батыстан келетін пропагандалық дүниені біз көбінде ескере бермейміз. Былай айтқанда батыстың бәрі тек қана шындық, тек қана не деп ойлаймыз да, осы жағдайда кейбір нақты өзіміздің түбірлі ұлттық мүддемізге саятын мәселелерге келгенде тура бағалауға бір кері әсеретін тигізіп жатқан секілді. Осы мәселеге біз қоғамдық өкілдері, әсіресе мынау зиялы қауым өкілдері, саясатқа сәл қарамайтын адамдардың осыған баса назар аударуы біздің былай ақпарат кеңістігіміздің қауіпсіздік үшінде де. Жалпы қазір енді биліктің Украинадағы жағдайға байланысты ұстанымын қалай бағалайсыздар? Бұған дейін енді митинг өткізуге рұқсат берді. Алматы қаласында өтті. Ол жерге бір 4-5 мың адам жиналды сол уақытта. Кейін бірақ Әлмір Ильяшев саяси белсенді оларға рұқсат берген жоқ, кейінгі өтініш тапсырғандарға Украинаны қолдап. Жалпы сіздер қазіргі биліктің ұстанымын қалай бағалайсыздар? Абзал, сізден бастайық. Енді жаңағы рұқсат берген митинг деген ол биліктің өзінің ойыны, оны біз жария түрде айттық. Өйткені мынау 24-не соғыс ашылса, соғысты бастады Ресей. Біз Жанболат Мамаймен бірге мына Жаңаөзен қаласынан 26 күні келіп ұшақтан түстік. Және сол кезде біз шешім қабылдадық. 26-ны жұма күні болса, біз жексенбіде осы Ресейдің Украинаға басқыншылығына қарсы оларға қолдайтынымызды білдіріп, Украина халқымен бірге екенімізді білдіріп, Алматының орталық алаңында митинг өткізбек болдық. Енді бұны күштік құрылымдар біздің телефонымызда тыңдайды, артымызда жүр, оны білгеннен кейін, сол күннен бастап, сол күні Жанболат Мамайды үйіне жеткізбестен ұстады. Оны өздеріңіз көрдіңіздер, тіпті ешқашан 30 жылда болмаған эвакуатормен сүйреп апарып қамады түрмеге. Қазір түрмеде отыр. Ал енді Жанболатты қамап қойып, 2-3 күннен кейін өздерінің қолбалаларына, саяси белсенді деп жүргендерге митинг өткізді, және ол митингті Алматының орталық алаңында емес, мынау баяғыдан бері келе жатқан бұрынғы оппозициялар ұйымдастыратын Лениннің ескерткіші бар, Сарыарқа кинотеатрының артында. Сол жерге барып қуысқа апарып тықты. Сондықтан одан кейін енді басқа әрекеттердің барлықтарына қарсылық танытып жатыр. Ал енді жалпы Тоқаев билігінің қазіргі ұстанымы бұл өгізді өлтірмейтін ұстаным, және қазір олардың мынау Путиннің агрессиясын, Путиннің бастаған соғысын ашық қолдап кетуге бүгінгі биліктің өзінің қауқары жоқ.
Өйткені бұл бүгінгі билік кеше елде қан төгілді қаңтарда. Және ол қан төгілгеннен кейін бүгінгі биліктің мынау батыстың алдында, сыртқы мемлекеттердің алдында қазір енді ар абыройы көңіл. Сол себепті қазір егер ашық Путинді қолдайтын болса, онда біздің биліктің, біздің Қазақстанның шаруасы бітті деп есептеуге болады. Бізге де санкция салынады, кеше қаңтар қырғынына байланысты. Сол себепті бұл Путин мен Тоқаевтың арасындағы бір келісім болуы әбден мүмкін. Сен өзің енді айтқан болуың мүмкін, Путин. Сен өзің әзір қауіп етіп әзір отырсың. Кеше ғана қан төгілді сенің еліңде. Бірақ қазір мені қолдап абырой жинамай-ақ қой. Елің мені қолдағанмен, бірақ өзің жағдайың қиын болады. Сол себепті сондай бір бейтарап ұстанымды ұстануға бұл жерде бір келісім болуы мүмкін. Сол себепті кешегі Тимур Сүлейменовтің, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердінің мәлімдемелері соған сәйкес шығып тұр. Өйткені біз қазір мына билік ретінде Путинді қолдауға шамамыз жоқ. Онда біздің күніміз қараң деп айтуға болады, сыртқы мемлекеттердің тарапынан. Сол себепті бір ортақ келісіммен қазір осындай бір ұстанып отыр Тоқаевтың билігі. Осылай деп айтуға болады. Естай, сіздің ойыңызша? Сіз қалай бағалайсыз? Меніңше Абзал мырзаның бір сөзін толықтыра кетейін. Біздің биліктің ғана шамасы жоқ емес, бір тарапты жақтауға біздің тұтас еліміздің, мемлекетіміздің шамасы жоқ. Бұл жерде бір тарапты мысалы Ресейге қарсы шығуға да біздің қазір былай айтқанда шамамыз жоқ. Біздің армиямыздың былай айтқанда әскери тұрғыда өте әлсіз екенімізді мойындауымыз керек. Біз Орталық Азияда барспыз, ең үлкен территорияны ұстаймыз, батыр халықпыз деген олар нақты жағдайға жүрмейді ондай сөздер. Сондықтан біз осы жағдайда өзіміздің әліміз шамамызды бағамдай отырып, біз бір тарапты жақтауға қауқарсыз екендігімізді мойындаймыз. Демек бізге бейтараптылық, жаңағы айтып отырғанымыздай, бейтараптылық позицияны ұстаған ғана дұрыс. Қазіргіде біз байқап отырғанымыздай, жаңағы Абзал мырза айтып өтті ғой, Мұхтар Тілеубердінің ресми пікірін, президент аппаратурасы өкілінің ресми пікірін және сөйте тұра барып Біріккен ұлттар ұйымындағы бір дауыс беруде қалыс қалып, және осы кешегі дауыс беруде Ресейдің тарапына ұпай беретін дауыс бердік. Осының бәрі белгілі деңгейде Ресеймен де, батыспен де белгілі бір балансты ұстау, тең дәрежеде сені де ренжітпеймін деген осындай бір тең орталы шамасы осыны қуалап жүргенін байқап отырмыз. Бұл енді былайда ашықта көрініп тұр. Былай айтқанда осы бір қарағанда батыстың санкциясы төніп тұр. Енді бір жағында Ресейдің түпкілікті қаупі де жоқ емес. Осының бәрін ескергенде осы тең орталықты ұстап, енді қай жерге дейін ұстайтынына оған ешкім кепілдік бере алмайды. Өйткені қазір әлемдегі жағдай сәт сайын құбылып кетуі мүмкін. Кеше ғана шартсыз қуатты армиясы бар держава саналған Ресейдің жағдайы қазір өте мүшкіл. Сол секілді өте күтілмеген жағдайларға байланысты біз қанша уақытқа дейін бұл позициямызды ұстап отыратынымызды түсініксіз, бірақ соның өзінде де осы қазіргі жағдайда менің өз көзқарасымда біздің Қазақстан тарапынан осындай тең орталық көзқарас ұстанып отырғаны мейлінше дұрыс деп санаймын. Біз жаңа жалпы осы Қазақстанда кеңес одағын қайтып оралған аңсайтын, Путинді, Ресейді қолдайтын азаматтар бар. Олардың санын енді дөп басып айта алмасақ та бар деп айтып жатырмыз. Жалпы осы қазақ тілді ортада осы азаматтарды бір мемлекеттің тәуелсіздігіне қауіп төндіреді деген ұстанымда қазақ тілді аудитория. Көбісінде оларды бір жау көреді. Сіздердің ойларыңызша шынымен де сол азаматтар Қазақстан тәуелсіздігіне қауіп төндіре ме? Ол сондай көзқараста болу да заңдылық шығар мүмкін. Ондай да көзқараста азаматтар болуы. Қанша дегенмен әртүрлі көзқарастағы адамдар болады ғой. Біз мысалы демократия туралы айтамыз, сөз бостандығы туралы, ой еркіндігі туралы айтамыз. Бірақ сол тура осындайға келген кезде оларды сынаймыз, мінейміз, көзқарасы бізден өзгеше болғанына қалай ойлайсыздар? Естай, сізден бастайық. Бұндай айтып отырсыз, осы сөзіңізді жалғастырып бастайын. Бұндай көзқарастың болуынан ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Ол қоғамның өзі кез келген мемлекетте болатын жағдай. Біз жаңа айтып өттік қой, сепаратистік жағдай барлық елдерде де бар қауіп деп. Бұл керек болса Американың өзінде де бар, ақш-тың өзінде де бар жағдай. Оның бәрінен қорқа берсек, біз ондай ешқашан ел болмаймыз. Біз ол тұтас жаңағы мәңгілік ел деген кезінде бір ұран болды ғой, сол сияқты мәңгілік ел болу үшін қандай болып болу керек? Ол үшін
өзінің фобиясынан арылған, ұлттық фобиясынан арылған, маңайынан жау іздемейтін және жау көрмейтін сондай халық болған кезде, былайша айтқанда жаңағы бәсекеге қабілеттілік деген сөз бекер сөз емес. Ол бәсекеге қабілеттілік деген сөз ұлттың өз өзіне сенімді, кез келген тарихи жаһандық ситуацияларға дайын ұлт болған кезі деген сөз. Былайша айтқанда қоғамда барлық адам бірдей ойлауы міндетті емес. Ондай қоғамды, сондай қоғам құруға тырысып көрген өткен ғасырдағы империяларды білесіздер. Ондай қоғам құрылмайды да қазіргі жағдайда. Мен ойлаймын, мына қазіргідей, әсіресе қазіргідей мына жаһанданудың, ақпараттық технологиялардың дамыған заманда адамдардың көзқарасының бірдей болуы мүмкін емес. Сондықтан ондай адамдардың Қазақстанда болуы да табиғи түрде, және олардың бізге ұлттық мүддемізге қаншалықты қауіпті дегені менше мынамен есептелінеді. Қазақстандағы осындай көзқарастағы адамдарды сыртқы күштердің немесе белгілі бір саяси топтардың немесе бір қандай да бір күштердің пайдалануы қаншалықты деңгейде, немесе соларға біздің билігіміз, біздің ұлттық қауіпсіздік қызметіміз мүмкіндік беріп қоя ма, қоймай ма деген жағдайда. Әйтпесе ондай азаматтардың бар екенді, мысалы Ресейдің мынау қазіргі жағдайын қолдамайтын адамдар қаншама. Украинада да, мысалы, шын мәнісінде де Украинада болғысы келмейтін азаматтар қаншама. Сол секілді барлық қоғамда да бар, бірақ оны қалай шешу, қалай қоғамды бір арнаға бұру, ол мемлекеттің жаңа тұтқасын ұстап өзіне жауапкершілік алып отырған биліктің түбегейлі міндеті. Идеологияны біркелкіге келтіру, азаматтарды бір конституцияға негізделген, соған байланысты, соған негізделген қоғам құруға жұмылдыру, ол биліктің міндеті. Былайша айтқанда, оны бір қатты бір қауіп деп, бүкіл адамдарға сен мынау саған қарсы ойлайды деп бір-бірін айдап салудың өзі былайша айтқанда үлкен қауіп тудырады. Абзал, сіздің ойыңызша? Енді демократия деген ол бетімен кету емес. Сол себепті ондай әңгімелердің болуы дегенға біз бейжай қарамауымыз керек. Бейғам болу. Енді қауіп деп айтуға болады. Қауіп денуіміз керек, сақтануымыз керек. Өйткені бізде мықты билік жоқ. Бізде билік жемқор билік және әркімге жалтақтаған билік. Сол себепті бұл азаматтардың көбін біз білеміз, қазір былай жасырын түрде емес, жария түрде айтып, одан кейін дау болғаннан кейін жаңа кешірім сұрап жатқандар бар. Ондай пиғылдағы азаматтар бізде өте көп. Басқа ұлтты айтпаған кезде, кәдімгі Қазақстанның осы титулды ұлт болып тұрып, өзіміздің мемлекет құраушы ұлт болып тұрып, Путинді қолдайтын. Тіпті қайттан кеңес үкіметі құра, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлайтын адамдар өте көп. Біз оны әлеуметтік желіден де көреміз. Былай отырған кезде сөйлеген адамдарда өте көп. Мен мынау 20 күн осы соңғы уақытта әкімшілік қамауда отырған кезде отырған азаматтармен сөйлестім. Енді жаға ұстататын жағдай бар адамдар. Кәдімгі әбден мынау Ресейдің ақпараттық насихатына уланған, сол Ресейдің ақпараттық насихатының ықпалында кетіп қалған адамдар бізде өте көп. Ресейді мынау мықты мемлекет деп есептейтін. Ресей деген күшті, Путин деген патша, ал Америка деген түкке тұрмайтын мемлекет. Бәрі Америкадан қауіптенуіміз керек. Ал Ресей деген осы баяғы кеңес үкіметінің қаруы бар, әскери әлеуеті мықты. Ресеймен болсақ жаман болмаймыз. Тіпті Ресеймен одақтасып, Ресеймен қатты жақындасқаннан біз ештеңе ұтпаймыз. Тіпті бір мемлекет болсақ, бір теңге болса да бір жаңағы валютаға қолдансақ та онда тұрған ештеңе жоқ деп есептейтін адамдар бар бізде. Тіпті білімді азаматтардың арасында да сондай адамдар бар. Сондықтан бұдан қауіптену керек. Өйткені қазір билік әлсіз кезде, және Путиннің жеке мен Ресейдің халқы деп айтпаймын, Ресейдің билігі, Путин бастаған билігі осындай бір басқыншылық пиғылдап тұрған кезде біз қорқуымыз керек. Өйткені Украинаға ол жайдан жай басып кірген жоқ. Егер Украина қазір жеңілетін болса, Украина Ресейдің қолтығына кіретін болса, бізге де қауіп бар. Бізді өзіне қаратып алу, ол бүгінгі мынау Ресей билігіне оп-оңай, дәл қазіргі жағдайда. Сондықтан бұл жерде бейғам отырмау керек, ашып айту керек. Бұл қауіпті құбылыс. Олардан қауіп бар. Ертең тіпті мынау Қостанай облысындағы тіпті руын білмейтін адамдар бар ғой. Қостанайда, Петропавлда өздері тіпті тілін білмейтін адамдар бар, өзінің ділін білмейтін адамдар бар, азаматтар бар. Қазақтардың өздері, басқа ұлтқа тіл тигізбей қояйын сол жердегі. Егер референдум өткізілетін болса, Ресейге қосыласың ба деп, олар жақтап дауыс береді. Мен оған бәстік аламын. Сондықтан бұл өте қауіпті жағдай. Сондықтан ол бір бұған бейғам қарап, әртүрлі пікір болу керек деген сөз, бұл бейғамдық және бұл соңы зардапқа алып келеді үлкен.
зардабы бар әңгіме. Сол себепті қауіп бар деп кесіп айту керек. Осы жөнінде негізі сұрақ қойғым келген. Сұрақ қоя салайын, осы посткеңестік елде соңғы 30 жылда болған сепаратистердің барлығында Ресейдің әскери араласуының нәтижесінде болған. Приднестровье болсын, Грузия, Осетия, Абхазия, Донбасс, Қырым, Луганск барлығына да Ресей араласқан әскери тұрғыдан. Жалпы осы Ресей қазір Қазақстанда осындай қадамдарға баруы мүмкін бе? Жаңа Абзал жауап беріп кетті, осы сұрақты қойғым келген, естігенде. Сіз жауап берсеңіз. Жаңағы сөз толықтыра кетейін. Әрине қауіпті біз жоққа шығармаймыз. Ол қауіпті бар екен дегеннен кейін бар. Ол абсолютті түрде одан кейін бар талқыны жалғастыруға болады кез келген темада. Өйткені сепаратистік қауіп деген мына орталық Азия біз ғана емес, орталық Азиядағы ең басты қауіптердің бірінде саналады. Терроризм, және ұлтаралық жанжалдық секілді. Бұл да бір былайша айтқанда біздің орталық Азиядағы кез келген мемлекетке басты қатердің бірі саналады. Енді бізге бұлай қауіп төндіру осы әрекетті қайталай ма дегенде, біз қазір мына дүниені анықтап алғанымыз дұрыс. Біз Ресеймен, Украинамен Кеңес одағы ыдырағаннан кейін, Кеңес одағында бірге тағдырлас болғанымыз рас. Бірақ Кеңес одағы ыдырағаннан кейін біз екі саяси үйекте қалып қойдық. Біз орталық Азиядағы оған дейін бейресми болған, қазір ресми болған саяси, геосаяси кеңістіктің өкіліміз. Ал Украина ол Шығыс Еуропадағы геосаяси кеңістікке жатады. Енді Ресей, жаңа сіз айтып отырған жаңа жағдайларды көбінесе мынау Шығыс Еуропаға, жаңағы мынау Грузия, Оңтүстік Осетия, жаңағы мысалы Кавказ аймақтарына жасап келді. Ал біз орталық Азияға қандай не жасайтынын біз осы мына тура Украинадағы жағдайды осыған бастан аяқ қадағалау арқылы түсіне аламыз. Бізге былай айтқанда шынымен де тура Украинадағыдай жасайтын болса, Ресей қазіргі жағдайда өзінің ұтылатынын байқады. Өйткені Украинадағы жағдай былай айтқанда ол бұрынғыдай жаңа әлімжеттілікке келмейтінінің, қазіргі мынау жаһандық интеграцияның деңгейінде Украинадағыдай бірден күшпен бәрін өзіне біріктірудің өзіне де үлкен шығындар алып келетін деген тіпті Кремль билігінің де өзінің қауіпте қалатындығын түсіндірді. Енді осы жағдайды, осы бір сәтсіз енді әлі де соңына шыққан жоқ қой, бірақ қазірге дейін Ресейдің былай айтқанда көздеген мақсатына жете алмай белгілі деңгейде сәтсіздікке ұшырағанын көріп отырмыз. Енді осы сәтсіздікті бізге көзсіз түрде қайталауы екіталай, бірақ бізге басқа тура осыған дәп-дәл ұқсамаса да басқа бір жағдайларды жасау әбден мүмкін. Өйткені бұл Ресейге не үшін керек дегеннен басталады ғой әңгіме. Не үшін керек? Біздің территориямыз шын мәнісінде Ресейге керек болмай қалуы мүмкін. Өйткені әлемдегі ең үлкен территорияны ұстай отырып, Ресей тағы да территорияны қажет етуі, бұл былай айтқанда қазіргі мына 20-шы ғасырдағы мемлекеттілікте бұл бір жаңағындай көзсіздік және ақымақтық саналады, бірақ ол қандай стратегиялық мүдделерін көздеуі мүмкін? Былай айтқанда біз солтүстік Қазақстанмен біз мынау Ресейді мына Жаңа Сібір мен батыс мына Мәскеу жақта екіге бөліп тұрмыз да белгілі деңгейде. Бұл бір транзит жағынан бізге белгілі деңгейде тәуелді болып тұр. Бізді осы саяси мүддесі, стратегиялық мүддесі үшін осындай әрекет жасауға татима деген осының бағалауда осыларға көңіл бөлу керек. Әрине бізге Ресей ешқандай қауіп төндіреді деп қауіп төндірмейді деп айта алмаймыз, бірақ оған төнетін қауіп тура Украинадағы тура сол сценарий болмауы мүмкін. Басқа сценарийдегілер біз көптеген мүмкіндіктерді қарастырып осы кезде мысалы соған қарсы шаралар. Жалпы бізге билікке болсын, халыққа болсын, қоғамға болсын, мемлекетке жалпы осы Украинадағы, Грузиядағы жағдайлар қайталанбас үшін не істеу керек деп ойлайсыз қазіргі жағдайдан бастап? Абзал, сізден бастайық. Енді біз бәріміз білеміз, өте ыңғайсыз жерде орналасқан мемлекетпіз. Бір жағымызда Қытай бар, бір жағымызда Ресей бар. Бірақ Ресей де Қытай да бізге соғыс ашады деп мен ойламаймын. Бірақ олар басқа жолмен ақ бізді өзінің экспансиясына, мысалы Қытай экспансиясы бізге қауіп төндіріп тұрған ешілін айтып жатырмыз. Ресей де олар басын ауыртып бізге соғыс ашып жатпайды. Олар жаңағы біздің құлақ кесті құлы сияқты болған мемлекеттегі билікте басындағы шенеуніктер бар біздегі сатқан біраз.
Солар арқылы өздеріңіз білесіздер, 2010 жылы кеден одағы құрылды. 2014 жылы анау Еуразиялық экономикалық одақ құрылды. Оның зардабын тартып жатырмыз. Қазір солардың айтқан кезде біргеміз. Ал енді олар ертең ортақ парламент құрайық дейді. Ортақ валютаны пайдаланайық дейді. Оған біздің билік бастата алмайды. Өйткені біздің билік жалпы жемқор билік. Сол себепті осындай жағдай болмас үшін бізде міндетті түрде саяси өзгерістер орын алу керек. Түбегейлі саяси өзгерістер орын алу керек. Және бізді мықты парламент құрылу керек, қалыптасу керек. Президент те мықты болу керек. Бірақ парламентке билігін бөлісу керек тағына. Билікте мықты мемлекетшіл азаматтар билікке келу керек. Яғни Қытаймен де, Ресеймен де, Батыспен де, Америка құрама штаттарымен де өгізді өлтірмей, арбаны да сындырмай, еш қатаң мәлімдемелер емес, айғай-шу емес, өте сақ саясат жүргізіп, осы мемлекетті мықты қылып қалу үшін, осы мемлекеттің мүддесін сақтау үшін, ешқайсысында өз елімізде ешқайсысына басымдық бермеу үшін міндетті түрде биліктің қолы таза болу керек. Биліктегі азамат қолы таза болатын болса, шенеунік биліктегілер, онда біз осы мақсатқа жете аламыз. Егер кешегі Назарбаев сияқты, бүгінгі Назарбаевтың билігінен қалған шенеуніктер сияқты қолдар таза емес болатын болса, жемқор болатын болса, қолы қанға малынған болып қала беретін болса, кез келген билік, ол Қытай билігі болсын, Ресей билігі болсын, оларға компроматтарды үйіп төгіп, тырп еткізбей, өзінің айтқанымен жүргізеді. Бұл қауіп. Құтылатын жол тек қана бізде мықты саяси институт қалыптасу керек, парламент мықты болу керек, билік, президент соған арқа сүйеу керек. Осы арқылы бейтараптығын ұстанып, мемлекеттің мүддесін қорғау керек. Басқа жол жоқ. Бізде ол біреумен соғысып кететін, біреуді жеңіп кететін ондай бір әлеуетіміз жоқ. Орналасқан жеріміз өте ыңғайсыз, географиялық жағынан. Себепті өте сауатты, парасатты, сақ саясат жүргізуіміз керек. Осылайша ғасырлап біз мықты мемлекетке айналуға, барлық қауіптен сақтануға мүмкіндігіміз толық бар. Естай, сіздің ойыңызша? Алып қосар жоқ. Жаңағы Абзал мырза айтып отырғандай, мен мына бір дүниелерді қосала кетейін. Дәл қазіргі жағдайда осы Қазақстанда сепаратизм қаупіне байланысты біз әсіресе солтүстік өңірлерден алаңдап жүрмек. Қазір біз енді көз алдағы жағдайға байланысты солтүстік өңірдегі мәдени іс-шараларды жандандыруымыз керек. Солтүстік өңірге көшті тебінін арттыруымыз керек. Бұл жаңағы Абзал мырза айтпай кеткен тақырыптарды тоқтап жатқан. Сонымен бірге біз мынау қоғам өкілдері жағынан осы мынау мемлекеттік жаңағы билік тарапынан болсын, кәдімгідей бұрынғы осыған дейінгі байсалдылықтан да байсалды мінез танытуымыз керек. Былайша айтқанда бұл енді тұтас тура өзіміздің тәуелсіздігімізге ұлт болып мемлекет жеке дербес мемлекет болып қалып қалмауымызға саяты мәселе болғандықтан бұған өте тарихи байсалдылық тұрғысынан қарауымыз керек. Сосын біз қоғамда мынау әлі күнге дейін 30 жылдан бері жыр болып келе жатқан былайша айтқанда жауыр болған тақырып, бірақ бәрібір нәзік тақырып, қайта байланып келе береді. Тіл мәртебесін соны тиянақтандыруымыз керек. Оны былай жалпақша ұранмен және парламенттегі адамдарға қазақ үйретуге ақша бөлу деген сөз бір бояма, бір сондай жалған дүниелермен емес, нақты шаралармен, нақты мысалы мемлекет тілдік мәртебесін көтеру деген жоғарыда отырған бірнеше адамның ғана қолынан келеді. Былай айтқанда олар өздерінің мемлекет тілді еркін меңгерген және мемлекет тілдің несімен пайдаланып өзінің имиджісін қалыптастыра алғанын дәлелдесе, соны үнемі насихаттаса, соның өзі жететін еді бізге. Ал осы секілді мәселелер біздің тура жаңағындай айланып келген түбірлі ұлттық қауіпсіздігімізге, ұзақ болашақтық қауіпсіздігімізге, бұл көз алдағы мынау Ресей ертеңгі күні Путин де кетеді, Тоқаев та кетеді, бәрібір мемлекеттер көрші болып қала береді. Бірақ біз ұзақ болашақтан қарағанда осы мәселелер түбірлі шешіп тастауға тырысуымыз керек. Бүгін шешіп тастамасақ та осыны жылдарға бөліп шешіп тастайтын механизмдерді орнатуымыз керек. Соның бірі жаңағы ескерусіз қалдыруға болмайтын солтүстікке көш, солтүстіктегі демографияны реттеу. Былайша айтқанда адамдардың сепаратистік пиғылды тудыратын факторларды жою. Ол жаңағы сол демографиялық жағдайды реттеуден, сол жердегі мәдени шараларды көптеп жандандырудан, керек болса Тоқаев күні ертең солтүстік өңірлерге сапармен бару керек, жергілікті тұрғындармен, керек болса орыстың барлық ұлт өкілдерімен кездесу керек,
олардың былай жатқанда осы жердің қожасы кім, иесі кім, оның үкіметі кім, былай жатқанда басқарып тұрған басқарушысы, ұйымдастырушысы кім екендігін үнемі қайталап тұру керек. Белгілі деңгейде біз жаңағы ұлттарының арасындағы қарым-қатынасты реттеудің өзіміз 30 жылға дейін жинаған және бұған дейінгі бар тәжірибелерді тағы да жандандыра беру керек. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар. Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар.